Сәлем, балалар. Бүгін біз өте маңызды бір нақыл сөзбен танысамыз. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Бір күні Айдос деген бала болды. Ол сабақ оқығысы келмеді, үй тапсырмасында орындамады. Тек телефон қарап ойнай берді. Келесі күні Айдос сабақта жауап бере алмады. Ол қатты қиналды. Сондай-ақ Айсұлу деген қыз бар еді. Ол күн сайын сабақ оқып, ата-анасына көмектесетін. Өте тиянақты, еңбекқор еді. Сабақта Айсұлу барлық сұраққа жауап берді. Мұғалім оны да мақтады. Балалар, айырмашылықты көрдіңдер ме? Бірі еңбек етті, нәтижеге жетті. Ал бірі жалқаулық танытты. Еңбек етсең ерінбей, яғни тырысып жұмыс істеу керек. Тояды қарның тіленбей, өз еңбегіңмен жетістікке жетесің. Ендеше, балалар, сабақты жақсы оқимыз. Ата-анамызға көмектесеміз. Еңбекқор боламыз.